Барлық деңгейдегі әкімдер жыл бойы халықпен кездесулер өткізсін. Бұл еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылы 3 наурыздағы нөмірі 826 жарлығындағы сөзі. Иә, Түркістан өңірінің әкімі де, шаһар басшысы да кездесулер өткізіп жатқан жоққа шығармаймыз. Дегенмен, біздегі ашық есік күні мүлдем бөлек деңгейде өтеді. Ашық есік деп аталғанмен іші толған әкімдік қызметкерлері дейді қала тұрғыны. Мынау бүгін Ақжайық жаңағы сарайында Түркістан облысының әкімінің халықты қабылдау болады деп жарияланған болатын. Енді осыған сәйкес біз өзіміздің жаңағы халықтың ойында жүрген біраз мәселелеріміз бар тұғын айтатын. Ол біз сағат 10-ға деп көрсетілген, сағат 10-нан 5 минут кеткенде бардық. Барлық есіктер жабық, ешкімді қабылдап жатқан жоқ. Біз бақылағанымыздай, көргеніміздей, ол жерде тек қана мемлекеттік қызметкерлер ғана жүр. Халықтың ол жерде несі көрінбеді. Аз ғана жаңағы сектор меңгерушілер ма, не болмаса басқа жақтан сол жерден жиналған халық сияқты особо ешқайсының несі жоқ. Міне, бұл өңір әкімінің жеке қабылдауына барып, есіктің сыртынан қайтқан тұрғынның сөзі. Ол ма, бүгінгі кездесуден кейінгі жоспарланған жеке қабылдауына жазылған қала тұрғыны 6 айдан бері әкім алдына кіре алмай келемін. Бүгінде жазылып келген едім, бірақ жарияланған жеке қабылдауға кіруге мүмкіндік бермеді дейді. Сағат 10:30-да мен ровно камера болса камерада көрсетіп болды. 10:30-да барып, сол жерде отырдым. Сол жерде қала әкімінің орынбасарлары және де басқа бір кісілер жүрді, жаңағы басшылар. Солар жүрді. Сағат қарасам 12:30. Сол жерде қаншама халықты алдап қабылдаған жоқ ашық. Жалғыз мен емес, 20 шақты халық ашынып кетті. Өйтіп алдаудың қажеті жоқ қой. Ашық әкімдік жеке қабылдаймыз деген қабылдау керек деп. Сосын Түркістан қаласының әкімі келді, Нұрбек Тұрашбеков, сол қабылдайды. Мен оған кірген жоқпын, себебі мен Түркістан қаласының әкіміне ісіне қанағаттанбаймын. Облыстың әкіміне өзінің жеке мәселелері бар, сол үшін бардым. 6 айдан бері кіре алмай жүрмін. 6 айдан бері есігін қағып жүрсің? Иә, 6 айдан бері есігін. Соңғы рет декабрьде кіргем. Жақсы тірлігіңіз шешіледі, онымен шешіледі деп жақсылап шығарып салған әкімнің өзі. Телевидениеде сөзі бәрі бар, менде видеосы бар. Одан кейін ешқандай мәселе неғылған жоқ. Ана есікке барам, ол шығарып салған арқамнан. Басқа есікке барам, аппарат басшысы жақсылап арқамнан қағып шығарып салады. Бәрін айтты, бірін айт. Қаламыздың қақ ортасында басшылық пен тұрғынның кездесуі өтсе, олардың арасында әкімдік мамандары сабырға шақырып, шағымын айтуға келген шаһар тұрғындарын бәрін өзіміз шешеміз деп шығарып салатын көрінеді. Қала тұрғындарының сөзін өңір мен шаһар әкімдері өз құлақтарымен естімесе, шағымдар жарты жолдан аспай қалатынын ашық айтуда. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.